WhatsApp, сендер ме атын білмеген каналы, және де біз бүгін атын білмеген Майнкрафттан новыйдан выживание түсіретін боламыз. Мен алдыңғы видеода айтқан болатын, выживание түсіреме әлде бұрынғыдай новыйдан андай постройка сондайлар салайын ба деп. Бірақ көбінікіде тем болды. Выживание-да түсір деді, және андай постройкалар сондай жаңадан мынау сондай сал деді, бірақ енді мен сол екеуіне қып, екеуіне түсіретін боламын. Ал бүгінгі видеода бірақ выживание болады. Сіздер күтіңіздер, алда мен бүкілінде түсіретін боламын. Выживание-да түсіремін, және де бұрынғыдай атын білмеген Майнкрафтты түсіретін боламын. Менде сол атын білмеген Майнкрафтқа бір идея бар, бірақ бұрынғы сияқты қып мен бірдеңе жасаймын. Және сіздерге көп рахмет каналға тіркеліп лайк басып жатқандарыңызға. Сосын алдыңғы видеоларға да сіздер комментария көп жазып жатты маған. Мой файлға кіресің, анда сонан тауып болады, анау деп, айтқан болатын. Бірақ мен олардың барлығында істедім, өйткені ол версия вообще жоқ. Және де мен сол версияны тауып алып интернеттен жазып көрдім, бірақ ол да маған келмей қойды, бұрынғы мирлар сохранителмеген. Ал жарайды, в общем, көп созбай бүгінгі видео выживанияны бастайтын боламыз. Так, мой мирді біз былай жазатын боламыз. Оған атын білмеймін. В дей салайық. Енді В деген выживание. Құққан шығарсыздар, енді болды. Ал міне выживание бізде қазір дауысын азайтайық. И міне уровень сложности, нормально, бізге нормально болады. Чит керек емес бізге, сосын міне бесконечный. Сон болды, енді сетевая игра бар, енді білесіздер. Ал енді играть дегенді басамыз, енді қазір кіретін боламыз. Қазір енді осында выживать етіп барлығы істейтін боламыз. Күніңіздер алда. Мен екеуіне істейтін боламын. Тек сіздер уайымдамаңыздар, еш саспай отыра беріңіздер. Мен тек осылай видео өзі әр нәрсе өзі уақытымен демекші, мен видеоны өзі уақытымен түсіріп отырамын. Сонымен так біз бір осындай жерге келдік. Мен аңғараңыздар. Ана жерде бір үй тұр. Еще мұнда қойлар. Қойларды албайық, бізге қазір керек болады кроватьқа. Міне қойлар көп екен өте мына жақта. Ой, қазір міне. Жетпей жатыр. Мыналар қашып жатыр ғой. Қазір табылатын боламын. Біреу ұсталынды. Ой, анда бір шырыс қалып қойды. Болды қазір. Қазір осыны алайық. Не болды енді, так, анау сұрып жүре берсін, ол бізге керек емес. Ал біз нан алып алайық. Қазір. Қойларды ұстай алмай жатырмын. Ананды алсақ. Мұнда пайда қойлар көп екен. Бұрында ондай қатты көп болмайтын. Әлде көп болатын білмеймін. Әйтеуір мен осыны көрдім. Так, сен көрейік. Мұнда анда жаңа где бар. Үйде не бар. Жаңа көрдіңдер ғой, мен ешқандай андай ключ генерация деген ештеңке жазған жоқпын. Өзі осындай бір нетіп тұр. Или білмеймін, бұрында осындай шығушы ме еді. Бірақ бұрынғы версияларында ондай болмайтын. Мен аны бірінші рет көріп тұрмын. Осылай шыққанын, ал енді қазір барып көретін боламыз. Даже мына жақта жителдер де жүр. Так, онда біз осы үйлердің біреуіне өзіміз үй салып выживать етейік па? Или қазір көретін боламыз. Бірінші мына жақтан бастап қарайық. Бұнда мына жақта егіншілік барлығы бар екен. Бірақ бұлар бізге керек емес. Біз енді выживание болған соң өзіміз басынан бастап выживать етеміз. Ал тек қазір мұнда керекті қандай заттар бар екен, соларды аламыз. Так, мұнда не жоқ? Мұнда, бұл бізге керек емес. Қазір мұнда да түк жоқ. Бұл жақта қазір мен білсем. Міне, так, есігі міне екен. Міне, сондукта броня және де меч бар екен. Бронялар мен меч. Так, бұларды сразу киіп алайық. Міне. Мынаны екеу екен. Не болды бізде? Екеу болды.
Так, қолым бізде меч бар және ол пока что нете берсін. Так, мында каменный плита или плитка, я плита деймін. Так, мында барсақ. Мында, бұларда түк жоқ. Бірақ бізге факел түнде керек болады кейде. Сол үшін де дәл қазір факелді алып алайық. Мында біреу ғана. Жарайды, енді бірақта да түк жоқ. Болды, керек заттары бізде осы ғана болды ғой деймін. Және де қой, ренжіме, маған керексің сен. Тоқта. Қазір тауып алатын боламыз. Вот болды. Так, ана факелімізді алып қойдық қазір. Бұны алдық. Енді мұнда колодец, яғни құдық. Мұнда факел. Ол факелді керек болады. Мұндан ештеңке алайық па? Жарайды, аласылайық та сразу. Енді қазір біз басқа жаққа барып өзіміз выживать ететін боламыз. Так, ол үшін да егінді жаратпалар бізге керек емес. Картошка да бар екен, ол керек емес. Енді өзіміз выживать етейік. Так, біз тау жаққа барайық па? Әлде бір жазықтау бір жер тауып алайық қазір. Так, қай жерге істеп болды? Мына үйден, мына ауылдан алыс жаққа қарай барайық. То білмеймін. В общем, так, не істейміз. Осы жаққа не етейік па? Астында су бар екен. Қай жерге үй салсақ болады өзіміздің? Бізге тоғай жаққа негіз істеу керек еді. Давайте, мына жер нормально ма? Осы жерге үй салсақ. Нормально. Давайте осы жерге үй саламыз қазір. Так, пока что біз верстакты қойдық. Бізде не бар еді сөйтін? Бізде түк жоқ. Қазір енді бізге ағаш керек. Ағашты аламыз. Ой, алынбай қалды. Қазір алатын боламыз. Қазір енді осы ағаштардан каменный, емірші ағаштан кирка және де балда жасаймыз. Одан кейін каменный әйтеуір солай көтеріп дамыта береміз. Және де әртүрлі мына жерге үйлерде салатын боламыз. Күтіңіздер, алда неше түрлі қызықтар болады. Тек лайкпен ғана қолдап отырсаңыздар болды. Мен барлығын өз уақытымен істейтін боламын. Так, бізге енді мынау керек. Ала берейік. Енді бізге міне киркадан екеу. Екеу жарайды бізге бәрібір. Давайте қазір бірінші ағаш или давай каменный сразу жасай салу керек. Негізі бар ғой. Жарайды, қазір оны жасай салатын боламыз. Қазір жасаймыз барлығын. Келесі бөлімдерді күтіңіздер. Келесі бөлімде бұдан да қызықты нәрселер, жаңадан үйлерде салатын боламын. В общем, солай. Келесі бөлімді асыға күтсеңіздер, лайк басыңыздар. Неше түрлі болған енді выживаниеден үй салатын боламыз, сөйтіп өзіміз көтеріліп дамитын боламыз. Сразу алмаста болса үшін, бірақ ол бұндай жерлерден шықпайды. Бірінші бізге железо табу керек. Так, короче, бізге осы пока что жеткілікті. Так, және де мен жақында мүмкін өзім сервер ашатын боламын. Жақындағанда мен айтатын боламын сервер ашылар кезде. Жаңа біз негізі дені бекер жасадық, ағаштан негізі балта солар бекер жасадық. Жарайды, такс бізде не бар деп қой, не болды. Бізде міне осындай заттар бар, пока что мыналарды құрып тастау керек. Жарайды, біз енді қазір ағашты біз ана жақтан алатын боламыз енді. Басқа жақтан тау жақта. Ал енді қазір ағаштарды ана жақтан алатын боламыз. Ағашты енді, ағашты енді қалай алу керек білетін шығарсыздар. Мынандай ағаштар екен, не көрдіңіздер ма? Осындай ағаш алайық. Бірақ андай ағаш жоқ па мынандай? Негізі осындай көп екен, жарайды, осындай ала берейік. Бұлардан да, бірақ бұл ағаш негізі маған ұнамайды.
Америка андай ағаштар жоқ екен. Жана ең басына шықты ғой мына ақ ну типа сұр сияқты. Ну жоқ екен, онда осындай ағаштан істей берейік па? Жарайды, онда осындай ағаштардан істейтін боламыз. Міне осылай ағаш жинап өзіміз выживать ететін боламыз. Осымен бүгінгі бөлімді осы жерден аяқтайық. Ал келесі бөлімді күтсеңіздер, смело лайк басамыз және де каналға тіркелеміз. Енді выживание түсір дегендерде көп болды. Енді мен солардың айтқанын орындадым. Және де выживание түсірме, бұрынғыдай постройка түсір дегендерге де мен бұрынғыдай андай жерлер, ну бұрында болды ғой, мен атын білмеймін, типа сондай, оны да түсіремін мен. Алда күтіңіздер, екеуін барлығында түсіретін болам. Так что күтіңіздер, лайк басып отырыңыздар.